әлем бойынша жылына 330 мың әйел көз жұмған екен былтырғы статистика бойынша жатыр мойнының обырынан. Яғни әр минут сайын бір әйел өмірден кетеді жатыр аузының обырынан. Ал біздің Қазақстанда 600-700 әйелді құрайды. Яғни бұл күніне 2 әйел жатырдың обырынан өмірмен қоштасады деген. Елімізде күн сайын 2 әйел жатырдың аузының обырынан көз жұмады. Яғни бұл қазіргі таңда бұл обыр бізде Қазақстандағы рак дертінің алғашқы көшбасында тұр. Көшбасында тұр, иә. Сондықтан енді бір кездері бұл жалпы Gardasil деген вакцинаны 2006 жыл алғаш шыға бастаған кезде Америкадан 2013 жылы тек қана әлем бойынша 71 мемлекет патенттеп регистрациясын жасап қыздарына ала бастады. Яғни бұл ел 90% жатыр рагының обырынан қорғалады деп саналды. Әлі күнге дейін сол статистиканы түсірген жоқ ешкім. Метаанализ жүруде. Содан кейін жаңағы вакцина алғаннан кейін оның овуляциясы бұзылады. Вакцина алғаннан кейін оның бедеулігі болады. Иә, осы бедеулікке тоқтаңызшы. Расында да бұл вакцина деген вообще ұрпақ бермейді деген көптеген миф ақпараттар бар, оның барлығы жалған. Ол қаншама Япония елінде бұл Gardasilді бір күнде ғана енгізіп қойған жоқ. Бұл әлемнің ғылыми орталықтары үлкен онкологиялық центрлары барлығын енгізіп, адамнан бұрын жануарға жасап, оның эффектісін көріп, результатын алғаннан кейін барып, адам затқа тек қана вакциналауды бастады. Сондықтан ондай жалған ақпаратқа сенбеулеріңізді сұраймын. Өкінішке орай бүгінгі таңда мына Instagram парақшасында маркетингдік жолды іздеген көптеген блогерлар, көптеген жаңағы дәрігерлер отырады. Клиницисте емес, клиникада істемейді, бірақ ақпарат береді халыққа, халықты сендіре біледі. Сондықтан адамды шатастыру басталады. Сондықтан мен ондай жалпы ақпаратқа сенбеуге шақырамын халықты.